Балабақша ашу қиындай түспек. Жуырда елордадағы ерекше балаларға арналған бөбекжайда бүлдіршіндерге аяусыздық танытқан тәрбиешілер туралы айта келе министр осылай деді. Асхат Аймағамбетовтің сөзінше 2016 жылдан бастап балабақшаға лицензия беруді алып тастаған, оның орнына кәсіпкерлер жергілікті әкімдікті бір жапырақ қағазбен құлағдар етіп, орталықтарын оңай аша беретін. Ал былтыр балабақшаға мемлекеттік бақылау енгізілді. Алайда аттестациядан өткізу мәселені толық шеше алмайтынын шенеуніктер мойындауда. Білім және ғылым министрі балабақша ашу үшін лицензия алуды міндеттеуді қарап жатқанын жеткізді. Себебі балалардың өмірі бизнесмендерден де маңызды, дейді Аймағамбетов. Оның қажетті деңгейдегі штаттарын болу, оның қажетті деңгейдегі білімді білікті мамандарын болу, оның тиісті санитарлық және де басқа да нормаларға сәйкес болу мәселесі ешкіммен қадағаланбайды. Әрине де біз кәсіпкерлердің мүддесі туралы айтамыз, бірақ біз үшін ең бірінші орында балалардың мүддесі болу керек, балалардың қауіпсіздігі болу керек.